Бақыт деген немене бұл, неменекен немене? Мен шықпаған заңғаршың ба, мен мінбеген кемеме? Бәлкім бақыт байлық бекен сараңдықтан басалған, жұмарттығы өзгелердің ырысынан жасалған. Талайларға байлық жинау болса дағы бас арман, кейде бақыт байларға да қолын созбай қасарған. Әлде бақыт сұлулық па, олай дейін десем мен, сұлулар жүр бай аяққа кілем болып төселген. Бәлкім бақыт билік бекен қылыш мүдде ұстаған, тіпті қайсар қырандары рұқсатсыз ұшпаған, жағымпазы сырт көздерді шошындырып сұрқымен, бастығының көнетігін шөткелеген мұртымен. Шын парасат иелері оған сірә бармаған, олар өзін жаудан бұрын жағымпаздан қорғаған. Иә, биліктің қадамы тоқ, қамалы жоқ алмаған, кей қасқалар биліктен де бақыт таппай сорлаған. Бақыт деген немене бұл, неменекен немене? Көрсет маған құшақтайын көтерейін төбеме, деп едім мен дәл сол сәтте ойы бойы сымбатты, әбден қажып шашағарған шындық келіп тіл қатты. Бақыт дәйім санасымен ұғымында әркімнің, қанша ғасыр осын елге ұқтыра алмай сарқылдым. Қане менің соңымнан ер мына үйге қарашы, нақ осы үйде болып жатыр бақытпен сор таласы. Үй иесі жас жұбайлар тілек ойы қошталған, билік, байлық қатар қонып иықтымен дос болған, бірін-бірі сүйгенімен көңілдері тобасыз, тобасыздың есігінен кірген ырыс бағасыз. Келген әрбір жақсылыққа игіліктің басы деп, шын жүректен қуана алмау ең қауіпті қасірет. Солай енді ақыным мұнда бұрыл деп мені, шындық тағы ертіп барды жұпын үйге шеткері. Терезеден қара деді, жақын тұрып қарадым, төрде отырған қос жұбайға түсті кенет жанарым. Бөлмеші тым қарапайым, ортада ақ дастархан, дастарханға тек қара нан, қос түйір қант тасталған. Күйеу айтты жала қалдым, ертем базар баралық, саған жаным ерекшәсем, көйлек іздеп табалық. Көйлегім бар деді әйелі, қабағына мұң қонды, бір пешпетпен жүрсің өзің, міне қанша жыл болды. Екеуі де менен бұрын соған шаттық қонса деп, алды менен сол қуанса соның көңілі толса деп, бір-біріне сый ұсынып, бірін-бірі қоштады, бірін-бірі ардақ тұта ортақ ойға тоқталды. Көрші ауылда баласы өлген жалғыз кемпір бар екен, шетсіз, шексіз кең дүние ол кісіге тар екен. Екеуі де шуақтөге ізеттіске өрісті, сол кісіге қыстық киім әперуге келісті. Бақыт деген немене ол, неменекен немене? Мен шықпаған заңғаршың ба, мен мінбеген кемеме? Деп қиялдап өр биіктен көрсетіп біз бекер бой, қымбатты мау сөйтсек бақыт қанағатта екен ғой. Егер бүгін аласарса мекеніңнің шоқтығы, оған себеп қанағатсыз адамдардың көптігі. О тәңірім қанағатпен басар болса аптығын, мүмкіндік бер қадірлеуге жауымның да жаттығын.